Әлләдина, олар сондай бір адамдар дейді. Татаваффахумул малаикату залими анфусахум. Оларды періштелерге жанын алады екен. Залими анфусахум, олар өз-өзіне зұлымдық жасап атқан кезінде алады екен. Сөйтеді екен, сол жанын алып атқан кезіндегі сөз ғой, құтыламайтынын біледі ғой. Жаны шығатын уақытта адам түсінеді екен ғой. Міне кеттім дейді екен. Ол барлық адам біледі дейді, кетіп атқан кезін. Сонда ары қарай сол сөзді жалғап айтады. Сонда олар беріледі екен. Берілмеске қайға барасың, жаныңды алып атып, болдың да, кеттің енді. Сол кезде айтқан сөздері дейді. Біз жамандық жасап атқан жоқпыз деп ақтай бастайды. Барлық адам сондай ғой. Қылмыс жасап атқанда қолына ұстап алсаңыз не дейді? Мен негізі жақсылық жасадым деп ойлап атқан едім. Сонда барлық адам ақталу іздей бастайды. Бірақ бауырлар, бұл мына дүние емес қой бұл. Сен қазір ана қолыңнан полиция ұстап ал, сен қазір алдай салсаң, солай екен ғой, болды, көке кете беріңіз, аға, әпке жүре беріңіз деп айтатын, бұл дүниедегі алданатын адам емес. Ол періште ол. Ол жанын алуға келген періште. Сені жай ғана жібере салмайды. Ол бұйрықты ғана орындайды. Сонда амал жоқ, басын салбыратып, беріле салып, біз жамандық жасаймыз деп атқан жоқ едік деген кезінде оларға жауап айтады екен. Бәлә, инналлаха алимун бима кунтум таъмалун. Сендер не істеп жатқандарының барлығын Алла білуші ғой дейді. Кімді алдап жатсың? Кімді алдамақшысыз? Бүкіл әлемнің Раббысын ба? Сіз тіпті тіліңізде бір нәрсені айтып, жүрегіңізде басқа нәрсені айтсаңыз да екеуін қатар естеді ғой Алла Тағала. Өзіңіз бір нәрсені көріп, ішіңізден не ойласаңыз, соның ішіңіздегіні де естеді ғой. Сол ішіңіздегіні де көретін зат қой, басқаны қоясаңыз. Бүкіл әлем, тіпті өз-өзіңізді алдап тұрсаңыз, соны да көріп тұрады ғой Алла Тағала. Сол үшін не істеп жүрсіз бұл өмірде? Әңгіме ненің төркінінде екенін ойлансақ екен. Алла сөзін жалғап айтады. Фадхулу абуаба джаханнама халидина фиха. Ендеше дозақ отының, дозақтың есігіне кіріңдер. Мәңгі бақиға. Фалабикса масвал мутакаббирин. Тәкаппар адамдардың баратын жері қандай жаман жер дейді. Бұл жерде тәкаппарлық дегені пайғамбарымыздың айтқан сөзінің мағынасы. Шын тәкаппарлық деген ақиқаттан көз жұмып, адамдарды өзінен төмен санау. Өзге адамдарды өзінен төмен санап, ақиқаттан теріс бұрылуды тәкаппарлық дейді. Осындай адамдардың баратын жері, Құдайын ұмытқан адамдардың баратын жері қандай жаман жер.